Сабақтың тақырыбы кітап дүкеніне барамыз. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Жаңа сөздер: алыс, далеко, жақын, близко. Суретке қараймыз, балалар. Тыңда, қайтала. Мәтінді оқимыз. Менің үйім мектепке жақын. Кітап дүкені мектептен алыс. Мен дүкеннен ертегі кітап сатып аламын. Менде ертегі кітап көп. Айтылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Әр қатардағы артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндір. Кітап, дәптер, мектеп, өшіргіш. Балалар, кітап, дәптер, өшіргіш оқу құралдары, мектеп оқу құралдарына жатпайды. Артық сөз бұл жерде мектеп. Ары қарай өздеріңіз артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндіреміз. Айтылым тапсырмасы. Суретке қара, Әнелдің үйіне қайсысы жақын? Оның үйінен қайсысы алыс? Айтамыз, балалар. Жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Сөздерді ажыратып, сөйлем құрастыр. Менің үйім мектептің қасында, дүкен мектепке жақын. Әсел дүкеннен ертегі кітап сатып алды. Мен үзілісте достарыммен ойнаймын. Балалар, сөздерді ажыратып, сөйлем құрастырып жазамыз. Оқу тапсырмасы осы 4-ші тапсырма. Сау болыңыздар.